Ассалаумағалейкум, армысыз қадірлі көрермен. Қарашығанақ телестудиясы жанынан ашылған подкаст жобасы бүгінгі өз жұмысын бастайды. Бүгін студияда қызмет көрсететін мен Жарқынбек Шынтаев және бүгінгі біздің қадірлі қонағымыз Бөрлі ауданы Пугачев ауылдық округінің әкімі Ізтілеуов Мереке Нұрланұлы. Мереке Нұрланұлы, қош келдіңіз подкаст жобамызға. Ассалаумағалейкум. Бүгін енді подкаст жобамыз еркін жоба, ешқандай статистика, цифрлар емес. Барынша халыққа түсінікті, еркін бағытта өтетін есіңізге салып өтейік. Құрметті көрермендердің есіне осы орайда тағы да салып өтейік. Алдағы уақытта біздің подкаст жобамызға Бөрлі ауданының ауылдық округтерінің әкімдері барлығы келіп сұрақтарға жауап беретін болады. Өздеріңіздің көкейлеріңізде жүрген ауылдарыңызға байланысты сұрақтар болатын болса, мәселелер болатын болса, біздің Қарашығанақ телестудиясының телефон нөміріне, Ақсай радиосына немесе Инстаграмдағы дайректке сұрақтарыңызды, өтініштеріңізді жолдап қойсаңыздар болады. Ал Мереке Нұрланұлы, қош келдіңіз. Жалпы ауыл әкімдерінің енді акимат қайда қарап отыр деген бір халықтың арасында әңгіме бар ғой. Жалпы ауыл әкімдерінің қолында не бар? Қандай мүмкіндіктер бар? Енді сөзімді қалай айтуға болады? Енді ауыл әкімдері жаңа мына Қазақстан Республикасындағы атқарушы биліктің жаңағыдай несі бір тармағы. Бізде жаңағыдай атқарушы орган бар, заң шығарушы орган бар, сот орындаушы. Енді атқарушы орган жаңағыдай облыс әкімі, жаңа аудан әкімі, енді ең жаңа төменгі сатыда ауыл әкімдері. Біз бәріміз бір мемлекеттік басқару жүйесіндеміз жаңағыдай. Біз өзіміз бір жеке ойдан ойлап тауып бір саясат жүргізбейміз. Жалғыз президенттің жаңағыдай тапсырмаларын, үкіметтің берген тапсырмаларын жаңағыдай облыс әкімін, аудан әкімін соларды орындаймыз жаңағыдай. Әрине қазір ауыл әкімдерінің қолында бұрынғы жаңағы осыдан 20 жыл, мысалы мен осыдан 15 жыл бұрын, 16 жыл бұрын осы Бөрлі ауданына Жарсауат округінің әкім болып келгендегі уақытымен салыстырғанда қазіргі уақытта әкімдердің қолында көптеген жаңағыдай не бар, мүмкіндіктер бар. Ең бастысы осы өзгертілген өзгерістерге байланысты 2018 жылдан бастап ауыл әкімдері жаңағы 4-ші деңгейдегі бюджетке көшті. Ол не деген? Жаңағы әкімдердің өздерінің бюджеті бар, жаңағыдай көп па, аз ба, ол енді басқа мәселе. Дей тұрған мына біздің Пугачев ауыл округіне қарастырылсақ, бізге енді әйтеуір өзіміз бюджетіміз жиналған мына салықтарымыз жаңа өзімізде қалады. Жаңағыдай енді үлкен инфрақұрылымдық жобаға олар әрине жетпес, бірақ мына кішігірім балалар ойын алаңын салуға, футбол алаңын салуға, тағы да басқа сондай кішігірім жұмыстар жасауға ол жетеді. Әрине бірдеме жасау үшін ең бірінші басты қаражат керек жаңағыдай, және ол жасайтын нәрсеміз халықтың сұранысы бойынша жасалу керек. Халыққа қажет па, қажет емес па, осы мәселелерге назар аударамыз. Сондықтан ең басты мақсат жаңағыдай бюджетке салық түсімдерін үнемі қадағалап отырып, салық түсуінің көздерін жаңағыдай іздестіріп, кәсіпкерлікпен айналысатын ауылда олардың тіркелуін және жаңағыдай солардың түсуін көбейту біздің басты мақсатымыз. Жаңағыдай осы 2018 жылдан бастап жаңағыдай жаңа 4-ші деңгейлі бюджетке көшкеннен кейін көптеген мәселе өзіміз қолымызда болды. Екіншіден мына абаттандыру мәселесі жаңағыдай олда да мына қалай дейді, енді қазір айыппұл салуды олда да ауыл әкімі жаңағыдай құзыретінде бар. Бірақ участок инспекторының, бірақ енді бір ауылда тұрғасын әрине жаңағыдай ол мақсат емес, жаңағыдай айыппұл дегенмен жаңағыдай айтып, түсіндіріп, жаңа үйін айналасын және қоқысын шығар, жаңағыдай таза ұстайық деп, таза Қазақстан актісін, мағынасын түсіндіру, ол біздің басты жұмыстарымыздың бағыты. Сондықтан қазір ол ауыл әкімінің қолы да ұзарды, мүмкіндігі де ұзарды. Былтыр осы қараша айында мемлекет басшысының жаңағыдай бастамасымен бүкіл Қазақстан бойынша ауыл әкімдері Астана қаласында жаңағыдай жиын өткізілді. Жаңағыдай ауыл әкімдері жаңағы жағдай. Сонда да
мемлекет басшысы, премьер-министр, орынбасарларын жинап, ауыл әкімдерде емін-еркін форматта ал қандай мәселе бар, даму үшін жаңағы ал не істейміз енді, ауыл біздің болашағымыз, сонда да біраз мәселелер көтеріліп, соған байланысты әлде де мына бізге салық түсімдерін көбейту үшін кейбір жаңағы нелерін әлгі көздерін жаңа қарастырып жатыр, мына экологиялық салықтар тағы сондай. Ол енді бір орында тұрып қалатын нәрсе емес, жаңағыдай осылай азаматтық қоғам болғасын ақылдасып жаңағыдай жүретін нәрсе. Ең бастысы ауыл әкімі ол мемлекеттің, президенттің жаңағыдай саясатын жүргізетін жаңағыдай өкіл ауылдық деңгейде. Халықтың мұң-мұқтажын жоғарыға жеткізетін соны. Рахмет көп. Енді өткенде ел президентінің өзі қабылдап әкімдерді керемет осындай мүмкіндіктері жасап жатыр. Соған қарағанда әлде де алдағы уақытта қырғымыз зырат шығар деп отырсыздар ғой енді бұйырса. Енді қысқа нұсқа жауап берсеңіз, сізге бірнеше сұрақтар қояйын. Ауыл әкімі болу мансап па, әлде жауапкершілік пе? Енді үлкен, біріншіден мен үшін мысалы үлкен жауапкершілік бұл. Үлкен жауапкершілік, жаңағыдай халық саған сенім білдіріп, сен үшін дауыс бергесін, жаңағыдай күні-түні жұмыс жасау керек. Халықтың жаңағыдай ойынан, көңілінен шығуға әрине ол ең біріншіден жауапкершілік те, мансапты да деуге болады. Ал таңертең жұмысқа келгенде ең бірінші не істейсіз? Енді мен жұмысқа ерте келем, жаңағыдай әріптесімнен бұрын келем, мен уже 8-8:30-да жұмыста болам, өзім бір сол дағдаға үйренгенмін. Кеште жаңағыдай бәрінен кеш келем, таңертең келіп уже бүгінгі жалпы апта бойы жасайтын жұмысым бар, осы айда жұмысым жасайтын бар, күнделікті жасайтын жұмысым бар, соны бәрін өзім жаңағыдай әлгі күнделігімге жазып қойып, сосын жаңағыдай оны қалай әлгі приоритетный бар, жаңағыдай тоқтап тұратыны бар, ортасында жаңағыдай ауданға, әлгі жиналысқа, жиынға шығып келетін бар, ауылдар алып келетін бар, жаңағыдай. Күнделікті жоспарыңызды құрасыз да? Күнделікті жоспар, иә. Ал енді мына өзіңіз басқарып отырған Пугачев ауылын 3 сөзбен сипаттап беріңізші. Пугачев ауыл округі ең үлкен жаңағыдай округ, жаңағыдай біздер мына айтады ғой, опорный населенный пункт деген тіректі ауыл тізімінде, министерство экономика тізімінде тұрған ауылымыз, ол біздерге үлкен мүмкіндік. Осы Борлы мен Пугачев ауыл аудандағы, және екіншіден Ақсай қаласына іргелес орналасқасын, 5 шақырымда орналасқасын, бұл ауылдың дамуына үлкен мүмкіндік. Жаңағыдай мен бөлейді осы сход сайында кездескенде халыққа айтам, қарапайым бұл бизнес жүргізуге, кәсіп жүргізуге үлкен мүмкіндік. Жаңағыдай логистика, жақын жер, сосын қандай да бір өнім ауыл тұрғындары сүтін, қаймағын, жаңағыдай мына жеміс-жидектерін шығарса да бәріне сұраныс бар. Жаңағыдай Ақсай қаласы тұтынушылар бар дегендей, қаражат бар дегендей, сосын қалаға жақын орналасқандықтан әрине ол бір несі жаңа мүмкіндігі, мына месторождение жақын, ауылдың азаматтары бәрі енді жұмыс келіп кетіп жұмыс жасап жатыр. Ол ауылдың ең үлкен ерекшелігі, жаңағы өмір қайнап жатыр деуге болады. Ал үшіншісі? Үшіншісі жаңағыдай енді қонақ жері шұрайлы, халқы еңбекқор халық деуге болады. Көп ұлтты. Татулықта, иә. Ал сын айтқан тұрғындармен тіл табысу оңай ма, мысалға кейде? Өзім әлгі қазақта айтады ғой, сын үзілмей, мін үзілмейді деп, жаңағыдай дұрыс айтылған сын болса, объективті айтылған сын болса, оны дұрыс қабылдаймын да, қабылдауға тырысып жатам да. Жерден алып жерден салып жатса да ол әртүрлі, сондықтан оған дұрыс көзбен қараймын. Енді сіз ауыл халқынан тікелей дауыс беру арқылы 85%-дан астам жоғары қолдаумен әкім болып сайландыңыз. Осы сайлаудан кейін жауапкершіліктің жүгі қаншалықты артты? Енді тағайындалған әкім мен сайланған әкімнің айырмашылығы неде? Халық сайлағасын, жаңа тұрғындармен кездесу өткізіп, халық сеніп дауыс бергесін, оны ақтау, ол енді азаматтық парыз, жаңағыдай оны
ойлап жаңағыдай жұмыстанасың, ол үлкен жауапкершілік жаңағыдай. Сондықтан ол кәдімгі бір халық саған сенім білдіргесін, оны сезініп жүресің кәдімгідей. Сондықтан сол бағытта жұмыстанасың, өзіңді қамшылайсың. Енді сайлауалды бағдарламаңызда сол кезде тұрғындарға берген ең басты уәдеңіз қандай еді? Және оны қаншалықты орындадыңыз осы уақыт ішінде? Өзім сайлауалды бағдарламамда әрине ең біріншіден мен осы ең біріншіден біздің қандай да бір жетіп отқан жетістігіміз осы 35 жылда ол осы татулықпен, бейбітшілікпен, келісім арқасында. Сондықтан мен тұрғындарға бір әлгі айтқаным бар. Бірнеше рет Олжас Сүлейменов Заңғар ақын айтқан сөзі бар ғой. Но людям я не врал деп. Сондықтан мен қандай да кездесу не болғанда кісілерге жаңағыдай істелетін шаруаны айтам, жоспарланған шаруаны егер істелмейтін болса, ол неге істелмейтінін айтып, сондай ашық түрде айтып, сондай әлгі бос құр сөз уәде бермеуге тырыстым. Ең бастысы айтқаным, біздер көп үлкен 3000 тұратын халықпыз. 12 ұлт өкілдерден осы жаңағыдай мемлекет басшысының саясатын осы татулықпен, бейбітшілікпен, келісімді жүргізуге атсалсам, жаңағыдай екінші осы тұрақтылық, бейбітшілік, келісім болса, біз ары қарайда да дамы береміз. Біздің ауылда енді асып баратқандай үлкен бір күрделі мәселе жоқ деуге болады. Себебі кезеңімен, рет-ретімен мәселелер жаңағы осы инфрақұрылымдық жобалар аудан әкімінің қолдауымен шешіліп жатыр. Жаңағыдай осыдан келген жылы 5 жыл бұрын ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша кіреберіс жол жасалды. Олды да бір тұрғындар айтқандай 30 жылдай енді күтті. Одан кейін жаңағыдай мына электр желілері құрттай күн ауа райы қолайсыз болып қалатын еді. Жаңа мына отделение жақта ол мәселенде жаңа аудан әкімінің қолдауымен шешілді. Енді жоба жасалды жаңағыдай. Мына оңтүстік батыс шағын ауданында жол салынып бітті, қазір оның игілігін қарап жатыр. Бірақ енді жақсы нәрсеге жылдап үйреніп қаламыз. Өмір бір орында тоқталмайды, басқа да мәселелер туындап жатады. Оны бірақ бірігіп, жаңағыдай ақылдасып, түртіп іздеу жолдарын қарастырып, сөйтіп жұмыстанамыз. Енді бүгін жасаған нәрсе ертең тозады, қайта жұмысша. Енді Нұрлан, тарихта Емельян Пугачев бастаған үлкен халық көтерілісі болғанын білеміз ғой. Пугачев десе сол көтеріліс есімізге түсіп жатады. Жалпы Пугачев ауылының тұрғындары енді әкімдікке келіп көтеріліс жасамаса да жиі көтеріп жүрген ең басты мәселесі қандай ауыл халқының? Жиі көтеріп жүрген, бізде ауыл үлкен боласын, оңтүстік батыс шағын ауданында мына орталық жаңа негізгі бөлік жақта өзен мәселелер болып қалатын еді. Енді жазғы уақытта қазір мына кішкене мына судың деңгейін жаңағыдай несі кішкене азайып қою, қысым азайып қалу, сол біздер бірге мына Аралталмен біргеміз ғой, сол үлкен мәселе қазір халықтың арасында туындап жатыр, оны айтып жатыр, оны бізде де айтып жатыр. Жалпы қандай мәселе болса да оны жасыруға болмайды. Қазақта ауруын жасырған жазылмас деп. Енді осына 5 жыл бұрын келгенде мен бұдан бұрын осы Мария Пирог интервью алды, осы жақынан айтам. Мен помню, әлгі құрттай жел болып сөйтсем қалғанда, отделение жақты электр келгенде кісілер ашуланып электриктерге неше түрлі сөздер айтатын. Бірақ ол келіп отырған электриксінің несі кінәсі қанша, сондай электр жүйесінің тозуы үлкен мәселе еді. Бірақ олда да жаңағыдай шешімін тапты. Енді айтып отырмын, біздер былтырдан бастап мына үлкен үкімет тарапынан қолданған жаңағыдай модернизация линий электроснабжения дейді. Соған біздер Пугачев ауылы кірді. Бізде қазір десяткамен 4 линия толықтай ауыстырып жатыр. Жаңағыдай оның әлгі ескі бағаналар алынып, жаңа бағаналар қойылып, сосын жаңа сип проводтар қойылып жатыр. Мен ең мына мысалы салыстырмалы жолмен электричествоны алатын болсақ, мен ең бірінші электричествоны неге маңызды деп есептеймін.
себебі жаңағыдай оған үйдің жаңағыдай холодильнигі де бүкіл әлгі тұрмыстық аппаратурада, сосын әлгі газовый котелдар бәрі электричествоға нетілген, жаңағыдай бейімделген. Енді жол жаңбыр жауды бір күн нетті, екі күн қырып тастаймыз, әйтеуір нетуге болады ғой. По приоритетности. Ол модернизация мысалы бізде былтыр басталды. Оған дейін жаңағыдай мына отделение жақта, сосын мына спорттың көшелерінде үнемі напряжение төмен болатын еді. Кісілер фотоға түсіреді, несін жібереді. Сосын енді не істеуге болады, соны Ерболат Сагаличевпен ақылдастым. Енді люди хотят со светом сегодня напряжениемен нормальным жить, жаңағыдай. Енді аппаратурасы жаңып кетеді, ол әлгі модернизация ертең болады, бірсін болады, оны күтіп жату болмайды. Қолымыздан не келеді, мүмкіндік жасайықшы деп. Сосын ол кісі айтты маған, сен осынша метр провод сатып ал, сип. Біздер сосын линияны ауыстырайық деп. Сосын біздер мемлекеттік сатып алу несімен жаңағыдай тапсырыс алқы тиісті осы проводтар сатып алып, 2 жыл бұрын соңына Батыс, спортивный көшелерін жаңа РС келіп өздері ауыстырды. Сонымен осы проблема жаңағыдай шешілді. Кісілер кәдімгі ризашылығын білдіріп, мен де сол мәселе шешілгеннен кәдімгі өзім іштей болып арқана жүктісіз. Қуанып жаңағыдай отделение жақта да жаңағыдай үлкен мәселе болатын еді. Анда бәрі бір трансформаторға шоғырланған, көтерілмейді, өзі көте береді жаңағыдай. Сосын Ерболат Сагаличевпен кездесіп, инженер баған не істеуге болады, Ерболат Сагаличев ол айтады, мына жақтан трансформатор қою керек, мына жерден линия тарту керек деп. Дәрет жағы аудан әкімдігіне Еркебұлан Дәуренішке жолығып, ол кісі қолдап, жаңағыдай содан смета жасадық. Оның бәрінен былай 1 жыл жарым уақыт өтті тек. Смета жасап, жаңағыдай содан бір трансформатор алдық, отделение мына Полянка магазин жағынан қойып, 300 метр линия мына тартылды, содан кейін не жасалды, арқалайды, разделемді. Содан кейін сонда кісілердің кәдімгі қуанғанын әлі кеше есімде аламын жаңағыдай. Сондай. Жақсылыққа жылап беріп көтеміз. Енді ана судың қысын шешіп жатсыздар ма? Оны енді Ақсай жол қуат, мен оны шеше алмаймын ғой, енді бірақ құзырлы органға Жасалып Исламбекович атқарушы органдар, аудан басшылары біледі. Енді бұл мәселе ойланатын мәселе. Себебі енді жазғы уақытта әрине қазір халықтың саны да көбейіп жатыр, потребление де көбейіп жатыр. Мен үнемі сходтарда да айтып жүрмін, судың да сұрауы бар, суды экономдау керек жаңағыдай. Жазда бақша суарады. Жазда бақша суарады. Сон бақша суару үшін жаңағыдай қазір айтып әлгі бочка келіп қойып, бочканы толтырып қойға болады жаңағыдай. Сондықтан бұл мәселе, оны жаңағыдай ойлану керек, шешімін қарастыру керек. Қалай жеткізіп қойдыңыз құзырлы органдарға? Білем. Енді мынау округ Пугачевамен қатар Бесағаш және Пепел ауылдарда кіреді. Енді осы шағын және шалғай елді мекендердің инфрақұрылымы, интернет жол жағы қалай шешімін тауып жатыр? Ол жақтағы мәселе. Пепел ауылы Пугачев ауылының құрамына кіреді. Қазір енді дамып келе жатқан ауыл деуге болады. Себебі жаңағы жер учаскесін сұраушылар Пепел ауылынан көп. Мына оны қалаға жақын, Низко Пугачев қой жақын, қалаға жақын жеке шаруашылық жүргізуші қолайлы ауыл. Онда енді светі де, газы де бар. Жаңағыдай онда тек бір мәселе, туындап тұратын мәселе осы интернет желісі. Енді ол жөнінде жаңағыдай интернет кейбірінде алады, кейбірінде алмайды, бірақ енді тап жоқ деуге де болмайды. Жаңағыдай сапасы жаңағыдай алаңдатады. Енді Бесағаш ауылы бұрын Пугачев ауылын енді сондай бір жақсы кеңес заманда енді жақсы дамыған ауыл болды. Жаңағы мектебі болды, фельдшерский несі болды, әлгі амбулаториясы болды, клубы болды бәрі. Енді мына 90 жылдар әлгі реформ тоқырау заманда ауылда газ болмағасын, жұмыс болмағасын тарап кетті ғой. Бірақ жері шұрайлы, жаңағыдай соңғы жылдары шаруашылықтар анда Бесағаш ауылына қалай әлгі қызығушылық танытып барып тұр, жаңағыдай үй алып, жаңағыдай қора салып, жер алып, мал ұстап жатыр. Енді былтыр осы Жусан Мобайл компаниясы анда не орнатты, әлгі қондырғысын орнатты, өзінің бір несі бар, әлгі алгоритмі,
сол кісілер келіп сол жерде жаңағыдай интернетке қосылады. Маған ең бір қыз айтайын, бір тұрғын звондап, мына интернетті алып ташы дейді. Мен айтамын, неге дейді. Балдарым дейтін, үйде отырмын, ана жерде қасына барып алып күн-түн ойнайды дейді. Телефонға. Мен айтамын, оны балаға айтыңыз, телефон тартып алыңыз, жаңағыдай. Так тұрғындарға сол жерге барып жаңағыдай қатынасуға, сол жерден сол Жылсам мобайлын әлгі бір өзінің несі бойынша, бағдарламасы бойынша қондыра келіп қонды. Жаңағыдай бір Шембергенов Кенжебек деген шаруа қожалығының ауласында ол әлгі азын-шоғыр свет нетеді, соны өзі өтеп тұрады. Сосын айтыр бір. Сол жаңа Жусан деген шағын жаңағыдай ауылдарға арналған. Ол жақсы негізі нәрсе. Жусан операциясы деген сияқты. Операция. Жалпы енді өзіңіз сәтсіз өткен күніңіз немесе жұмыстағы ең бір үлкен қателігіңіз болды ма? Жұмыс болғасын әртүрлі жағдайлар болады ғой, әлгі сүрмейтін жақ, жаңылмайтын жақ жоқ дейді, бірақ әлгі өрескел не жасаған шенем жоқ, жаңағыдай әр өз қадамымды ойластырып нетіп жүресің ғой жұмысыңды. Бірақ ондай не болған жоқ. Үлкен енді мемлекеттік қызметші болғасын, барлық жұмыстарыңыз жоспарға сай, тапсырмаға сай өтеді ғой енді. Одан ауытқып кете алмаймыз ғой дейсіз барынша. Енді айтыңызшы, мен Пугачев ауылын осындай деңгейге жеткіздім деп бір мақтанышпен айта алатындай бір үлкен арманыңыз, немесе жобаңыз қандай? Біздер мемлекеттік қызметші жаңағыдай скромный болу керек қой, қазақта мен істеді дегенше ел істеді деп жаңағыдай жұрт сосын айтсын. Әрине енді жаңа айтып отырмын ғой, аудан әкімінің қолдауымен жаңағыдай біраз мәселелер, инфрақұрылымдық жобалар, жаңа жолымыз, енді газымыз бұдан бұрын шешілді. Ең бірінші осы ауданда көгілдір отын жеткізілген осы Пугачев ауылы. Одан жаңа 2012 жылы Талғат Кенжегелдин ағамыз істеген уақытта да аудан әкімінің қолдауымен мына су водопровод жаңадан салынды, жаңа айтып жатқанымыз. Сондықтан кезең-кезеңімен енді атқарылған жұмыстар айтсақ, жаңағыдай әріптестердің қолдауымен бізде мен айтып жүрмін, екі типтік футбол алаңы бар. Жаңағыдай футбол, бізде Пугачевте негізі футбол ойнайтын жастар көп қой, үнемі жарыс қатысып жүреді балдар. Мен де оларға өзімше қолдауын білдіремін. Мына Қарашанақ стадионда ойнаймыз, шақырып тұрады балдар. Екі типтік футбол алаңын салдық. Жалпы юго-запад пен сосын Достық Мәметов көшесінде. Негізі ол еще мектептің бұрынғы ауласында бар. Оны да біздер 2 жыл бұрын жөндеп бердік. Сонда бізде 3 типтік футбол алаң бар. Мен қазір байқаймын, юго-запад жақта балдар көп, халық саны көп, сол жақта көп ойнайды. Мына мектептің қасында, бұрынғы мектептің қасында ауласында ойнайды. Не жақтағы Достық Мәметов көшесінде хутор деп кеткен, бірақ мен осы неге деп әлгі өзім сол хутор деп айтқым келмейді. Ол біздің қазаққа жат нәрсе ғой, соған бірақ әлі үйренген нәрседен айыра алмай келе жатыр. Достық Мәметов көшесінде о жақта да балдар ойнайды жаңағыдай. Ауыл үлкен ғой. 1, 2, 3 балалар ойын алаңы салынды. Жақын аралда осы мына Борлы көшесі, оңтүстік Астана көшесінде тұрғындарына арналған жаңағыдай балалар ойын алаңын жаңағыдай неге салып бітіреміз жаңағыдай. Сондықтан әлгі тұрғындарға, соның ішінде балаларға жаңағыдай өмір сүруге қолайлы жағдай жасау біздің басты мақсатымыз. Бірақ бір өкінішті нәрсе істеліп жатса, таңертең жұмысқа келетім, қоқыс, семішкі, мусор, пакет, баклажка айтып жатырмын. Әлеуметтік желіде көріп жатқан болса, осы оңтүстік батыс Шағын ауданында участок инспекторымен осы бірнеше жиын өткізіп айтып жатамыз. Жаңағыдай семішкі шақпаңдар, тазалыққа қараңдар, өздеріне жинаңдар, жаңағыдай өздерің үшін жаңа ата-аналарына да айтып жатыр. Бір өздеріне сенбілік жасаңдар балдарыңызбен келіп, бәрі семішкі шағып отырады. Елмасана үлкен качель, әлгі әткеншек, ол 10 жастағы балаға арналған, оған үлкен балдар ойнайды. Түнде мотоциклмен немен кіріп кетеді балдар, бәріне қарап нету мүмкіндік емес. Өзіміздің жаңағыдай мәдениетімізге байланысты, сол мәдениетіміз таза Қазақстан, бәрі бір арнада, осыны айтып жарық. Таза
ауыл болу керек, таза көше болу керек, таза үй болу керек, таза ниет болу керек адамда. Ондай байқаулар өткізіп тұратын боларсыздар, жылдың соңында бір марапаттап, қорытындылап, таза көше. Біздер қазір жар не бердік, әлгі уже объявление жыл сайын күзде мына дәстүрге айналдырған бір шарамыз бар, ауыл күні деп. Сонда осы жылды қорытындылаймыз, соның бір несі, номинациясы үздік аула. Оған кәдімгі бірінші орынға 30 мың теңге, сосын 25, сондай марапаттаймыз. Қазір соны осы қалаға қарап, қаладан көріп отырып, сондай өзімізде жасап келе жатырық. Соны айтамын, былтырғы неткен кісі қатыспасын, бейпаны. Соған қызығушылық танытып жатқан. Бүгін мына оңтүстік батыс шағынаудан аралап жүрсем, бір үйді көріп қалдым, айтамын, сіздер қатысыңдар. Үйдің айнала алды, жолға шейін гүлзарлар салып қойған, керемет кәдімгі. Мен айтамын, мынау осындай нелерді көрсету керек, үлгі алуға. Мен айтамын, сіздер қатысыңдар, міндетті түрде бірдеме аласыздар деп. Онсыз қалмайсыздар деп жатсыздар. Енді Мереке Нұрланұлы, рахмет. Мына ауылда біршама жұмыстар атқарылып жатыр, енді ел бағасын беріп жатады. Енді мәселелер күн сайын көтеріле береді. Халық көбейген сайын сұраныс та артады, көп қажеттілік нәрсе көп қой енді. Енді мектептің ескірген білеміз, мынау келешек мектептер жобасы аясында жаңа мектеп пайдалануға берілді сіздерде. Жұмысын қалай бастап жатыр ма, мәселе жоқ па? Жалпы енді ауылдың білім сапасын арттыруға қандай мүмкіндіктер береді деп ойлайсыз? Келешек мектеп бағдарламасы бойынша Пугачев ауылында былтыр 7 қараша күні жаңағыдай облыс әкімінің қатысуымен ашылды. Мектеп уже бір оқу жаңа сезон аяқталды. Мектеп өте керемет, тамаша, жаңағыдай бүкіл балаларын оқып даму үшін толықтай жағдай жасалған. Жаңа қанша ата-аналар келіп көргенде, бұрынғы заманда, біздің заманда енді ондай болған жоқ. Мысалы, спорт залы, сыртқы несі жаңағыдай керемет жасалған. Мектеп жұмысын жақсы атқарып келеді. Жаңағыдай қазір мектеп директоры білікті, тәжірибелі ұстаз Жасистай Тимеш басқарып жаңағыдай осы жақын арадағы мектептің іші дейтін кәдімгі бір ботанический сад сияқты. Неше дана балдарға практика өтеді ғой жаңағыдай. Қызым сонда оқиды, таңертең айтады, практика бар. Кәдімгі неге әлі практикаға с удовольствием барады. Су құйып әлгі сонда неше түрлісін әлгі бақшаның да гүлдің неше түрлісін өсіріп қойған. Керемет жаңағыдай. Бүкіл мүмкіндіктер қарастырылған. Бүкіл мүмкіндіктер қарастырылған. Тек жаңа мектепті күтіп ұстап тұру керек, жақсы, күшті. Жаңағыдай біз және ол ана салынған жері мына негізгі отделениемен мына орталықты жаңағыдай қосып бірікті жүрген сияқты, керемет. Соединился в единый бір ансамбль архитектурный. Күшті жаңағыдай. Рахмет, енді білімді ұрпақ, білімді жастар шыға берсін. Мына енді осы қазір бізді ютубтан көретін Пугачев ауылының жастарына, тұрғындарына не айтар едіңіз? Енді құрметті ауыл тұрғындары, әсіресе жастар, мен айтайын деген бәрі өзіміздің қолымызда. Жалғызын үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас деп бір жағадан бас, бір қол және шығарып жұмыс жасасақ, ешқандай алынбайтын, қамал шешілмейтін мәселе болмайды. Сондықтан әрқашанда бірлігіміз бекем болсын. Рахмет көп. Енді әлеуметтік желіде тұрғындар Инстаграмда, Фейсбукта өте белсенді ғой қазір. Түсіріп салады, өздерінің телеграм желісінде шағымдары болатын болса, ұсыныстары болатын болса, осы ұсыныстарға, шағымдарға өзіңіздің жеке телефоныңызға жауап бересіз бе, әлде сізде арнайы мамандар бар ма? Жалпы мен өзім қалай деп өте ашық адаммын. Менің телефонымды бүкіл ауыл тұрғындары біледі. Кім қандай да бір түн болсын өзінің мәселесімен жолықса, мен жауап беруге тырысам. Мәселе шешіледі, шешілмейді. Әрине бір қалай әлгі мәдениеттілікті сақтамай бір 5 минут, 10 минут сообщение жіберіп бір тоқетері жоқ деп білсем, мен ондай бір 3-4 адамды блокировкаға қойып қойдым. Сондай нетпен. Бірақ тұрғындар біледі, мен телефоным бәрінде бар. Любой уақытта свет түсіп қалса, я болмаса жеке мәселесімен тағы да бірдемені фотоға түсіріп жүрсе, мен бәріне жаңағыдай ашықпын и стараюсь реагировать жаңағыдай. Әлгі өз-өзіме айтамын ғой, глаз народа, глаз Божий деп, халық айтса қалт айтпайды деп реагировать етеміз. Я болмаса өзім машинаға отырып барып келемін жаңағыдай. Я болмаса жаңағыдай мынандай жерде, например, бірдемені ұмытып кетті. Например, қазір мына свет өткізіп жатыр ғой.
3-4 тұрғын хабарласып әлгі провод ұстамай кетті деп мен өзіме жазып аламын да, сосын мердігердің өкілі ауылда болғанда жаңағыдай шақырып алып, мысалы кеше барып көрсетіп келдім. Олда да жақсы енді үлкен жұмыста болады. Сөйтіп ашық түрде президентіміз айтқандай диалог. Өзімді тыңдағым келеді, бірақ әргі әлгі ретімен, жөнімен жаңағыдай. Әрине түннің бір уақытында или әует уақытында мазалағанды кішкене қиналдырады, бірақ та енді халықтың несі болғасын бәріне шыдайсың. Көбінесе халық, тұрғындар соған ризашылығына білдіріп жатады. Жақсы, енді өзіңіз бүгін барынша ашық жауап бердім деп ойлайсыз ғой. Айтпай қалған мәселеңіз жоқ па? Мен сұрамай кетіп, мына мәселені айтқым келеді дейтін. Жоқ, ашық түрде мен өзім бұндай бағдарламаға бірінші раз келіп қатысып отырмын, тіпті келетқанда толқып отыр едім. Қалай болады екен жерде. Бірақ үйренуге, нетуге жақсы, оны халықтың алдында жүргесін, үнемі жиындарда, нелерде сөйлейсің. Кездесіңдер халықпен. Өткенде ғана есеп берулеріңіз өтті ғой, аудан әкімдерінің барлығында да. Енді сол кезде көтерілген мәселелер жолға қойылып, тиісті өкілдеріне көтерілген мәселе бойынша тапсырмалар береді, жаңағы хаттамалық бәрімен біздер жұмыстанып жатамыз. Әрине ол айтылған мәселе бүгін ертең шешіліп қалу мүмкін емес, бірақ ол жайлы шешілмесе де мәселе, онда ол пісіп жетілмеген мәселе болып тұр жаңағыдай. Бірақ бәрі жаңағыдай назарға алынады, жаңағыдай әлгі Москва сразу строительский жоқ қой. Дегенмен мен талай болып жүрмін, бірақ мен біздің Пугачев ауылы кейбір Батыс Қазақстан облысының аудандық орталықтарына келмемес сияқты. Рахмет. Енді алдағы 5 жылда бір Пугачевті қандай ауыл ретінде көргіңіз келеді өзіңіз? Жаңағыдай инфрақұрылымы дамыған, жаңағыдай үлкен, жаңағыдай ауыл ретінде, мына оңтүстік батыс шағын ауданда жаңағыдай ПДП деп 198 участок кезінде берілді ғой, 2017 жылы светі, газы, суы тартылып. Енді былтыр жол салынғаннан кейін қазір ол жерде жаңағыдай мына жилищный тұрғын үй құрылысы жақсы қарқынды алып келе жатыр. Мен айтамын, ол бізге де жақсы. Чем әлгі участок бос тұрып, шөп өсіп, сосын неткенше қараусыз қалғаннан жаңағыдай соған бізде сұраныс көп, соған қуанып жатыр. Үйлер салынса, жаңағы ол үйлерде өзіміздің ағайындарымыз тұрып жатса, жаңағыдай жастар тұрып жатса, ол да ауылдың, елдің дамуының бір көрсеткіші ғой деп ойлаймын. Мына Юго-Западқа кеше 2-ші жылы балдар толып жүр жаңағыдай. Мына бізде әлеуметтік осал топтарына 2024 6 үй салды, 12 пәтерлі. 12 пәтерде 3 баладан кемінде санаңыз қанша. Одан еще әлгі 24-ші су тасқынынан зардап шеккендерге 14 үй салды. Сонда бізде жалпы жыл сайын халықтың саны көбейіп жатыр. Бізде төмендеу жоқ жаңағыдай. Бұл енді қалаға жақын болғанда әсері бар шығар. Әсері бар. Бізде Ақсай қаласынан мен білем Пугачев ауылына көшіп келіп жатқандар бар. Ақсайдың өзінен жаңағыдай. Мысалы бір келіншек Ақсайдан Пугачев көшіп келіп, мне нравится население дейді, үй алып, мына Батыс Агрохаб жобасына қатысып, грант алып, ауласына теплица салып алып, қазір сол қуанғаннан шегі жоқ. Сіздерде Батыс Агрохаб жобасымен үлкен не ашылды ғой. Жұмыс қалай, жақсы жүріп жатыр ма? Жұмыс жолға қойылды, жұмыс жүріп жатыр. Қазір тағы да осы Батыс Агрохабқа былтыр ашылғанда біздің ауылдың 6 тұрғыны бәленбай кісі қатысты, бірақ грантқа ие болғаны 6 адам. Оларға қалай дейді, әлгі 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар. Ол әркімге берілмейді, ол емтиханын тапсырып, ана үйренгенін көрсетіп, олда да оқытады. Ол ана огурцы мен помидорды біздің понятиедағы сияқты өсім, целый ғылым, целый наука екен. Мен нелеріне, семинарларына қатысып жүрмін екен. Сондықтан құртақандай жерден жаңағыдай үлкен өнім алудың өзі дейтін. Ол да үлкен ауылдың дамуына серпісіп беріп отырған жоба, соған қызығушылық танытып отырған кісілер көп жаңағыдай. Жақсы, рахмет. Ауылыңызда осындай жаңа бастамалар, жолға қойылған жобалар барлығы да ел игілігіне пайдасын тигізе берсін деп тілейміз.
Бүгінгі подкастқа арнайы уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет айтамыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз. Ынтымағы мен бірлігі жарасқан Пугачев ауылы жасай берсін. Құрметті көрермендер, бүгін біздің подкастымызда қонақта Бөрлі ауданы Пугачев ауылдық округінің әкімі Істілеуов Мереке Нұрланұлы қонақта болды. Ал енді келесі кезекте қалған Бөрлі ауданының ауылдық округтерінің әкімдері болады. Рет-ретімен сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, арыз шағымдарыңыз болса, осындай сұрақ, өзекті сұрақ десеңіздер, бізге жолдаңыздар, міндетті түрде жеткізетін боламыз. Қош, сау болыңыздар. Мереке Нұрланұлы, рахмет сізге. Рахмет сізге, рахмет.